Құрметті достар, бүгін біз екінші бөлім түсіріп жатырмыз. Бұл жерде біз Ресей мен Қазақстан арасындағы связканы көрсететін боламын. Осы связканы істеу үшін бізге не қажет болады? Бізге үш платформа қажет. Binance, RuBinance, яғни орыстың паспортына енгізілген верификация өткен Binance қажет болады. Және де Kiwi и Bank Center Credit. Енді бізге Binance қайдан аламыз? Оны біз кейбір форумдарда оны $10-дан $100 дейін сіздерге сатады. Соны сатып алсаңыз болады, немесе мен жегемен шығып, менен алсаңыздар болады. Және де егер сіз басында сатып алғыңыз келмесе, рисковать еткіңіз келмесе, онда сіз Comex платформасында жұмыс істей берсеңіз болады. Ол жерде де RuBinance істей берсеңіз болады өз атыңыздан. Енді біз Kiwi ашқан кезде бізде басында лимит болады 60 000 рубльға. Оны біз Қазпоштаға барып паспортымызбен верификация өтіп, неограниченный статусқа ие боламыз, яғни ешқандай лимит болмайды. Bank Center Credit приложениясын Play Market'тен жазып алып 5 минутта регистрация жасаймыз. Енді бізде связка қалай көрінеді? Связка біз Binance'тан өзіңіздің Binance'дан теңгеге доллар сатып аласыз. Оны RuBinance'ға рубльға сатасыз. Ол рубльді сіз оны Kiwi арқылы сатасыз. И Kiwi'дан оны теңгеге айналдырасыз да Bank Center Credit'қа алып аласыз. Неге именно Bank Center Credit? Өйткені онда без комиссия болады. Енді практика жүзінде көрсетейін сіздерге. Біз ең бірінші теңгеге сатып аламыз. Яғни миллион теңге бар деп миллион теңгеге, яғни бізде миллион теңге, миллион жарым теңгеге шығарып тұр екен, 471,80-нен. Енді миллионды бөлеміз 471,80-ге, және де енді 2000 доллар болады екен бізде. Енді рубльға көреміз. Осы болады Kiwi таңдаймыз. Одан кейін біздің конкуренттерімізде 300, міне осы біздің конкурент болады. 94,28 болып тұр екен. 94,28. Енді біз сатта осы сума біздің Kiwi кошелекке түседі. Kiwi кошелек рубль болып түскеннен кейін, оны біз рубльді теңгеге айналдыру қажет. Біз оны конвертация курсты көреміз. 5-те-5 болып тұр екен. 5-те-5 көйтем 5-те-31-ге тең болады. Сонда 9763 теңге пайда болады екен бізде. Енді оны біз Bank Center Credit, Kiwi'дан Bank Center Credit'қа аударып аламыз. Енді жәнегі RuBinance адамдар біз Comex платформасына сесендер болады. Comex'ке кіресіз, сосын P2P батырмасын басып, мына жерден рубль таңдап, сосын Kiwi таңдайсыз. Енді қарасаңыз, бұл жерде 98 болып тұр екен. Курс 98-ден сатып тұр екен, яғни $1. Енді бізде миллионды бөлем 471,80-ге көбейтемін, 98-ге көбейтемін, жәнегі 5,5-ге, сонда пайда 48,491 теңге болады екен. Енді біз осы жерден долларды Binance'дан сатып аламыз теңгеге, оны осы Comex'ке через переводы лақтырып, осы жерге объявление шығарамыз да сата беретін боламыз. Енді бүкіл ссылкаларды описанияға қалдырамын. Видеоны ұнаса лайк басып, және де сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін.